Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз көптің сұрауы бойынша самсаның қамырын қалай илейтінімізді айтамын. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, бір жұмыртқамызды жарып, салып, араластырып, тұзды суымызды құйып, қамыр илеп алатын боламыз. Және де қамырымыз жұмсақтау болуы қажет. Міне осылай қамыр илеп аламыз. Барлық шеттеріне су тигізіп илеп алатын боламыз. Міне дәл видеодағыдай. Одан кейін пакетімізге салып, морозильникке жібереміз. Міне дайын болды біздің қамырымыз. Морозильниктен шықты. Одан кейін суалалап алатын боламыз. Біреуін салафан пакетімізге салып шетке қойып, екіншісін жаямыз. Оны сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Екіншісінде дәл мен айтқандай, оны сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Мінекей жайып алдық. Енді ерітілген сары майымызды жағып аламыз. Осылай барлығына жеткізіп, рулет сияқты орап алатын боламыз. Орап алған соң пакетімізге салып, жаңағы біріншісінің үстіне салып, морозильникке 1 сағатқа қойып алатын боламыз. Мінекей дайын.